Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі таныстырылымның тақырыбы ақпараттарды түртіп жазу немесе конспектлеу деп аталады. Бұл қазақ тобына арналған қазақ тілі пәні бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыруды көздейтін, оның жолдарын ұсынатын таныстырылым. Таныстырылымды дайындаған мен Ақсылу Шынболатқызы. Енді жинақы мәтін немесе конспектлеу туралы оқу мақсаттарына назар аударатын болсақ, жалпы 10-шы сыныптың оқу мақсатында жазылымда оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу деп аталатын мақсат келесі мақсатқа бөлінеді. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып түртіп жазу немесе конспектлеу. Бұл оқушыға нені береді және не үшін қажет? Осыған дейін 9-шы сыныпқа арналған жинақы мәтін деп аталатын таныстырылымда жинақы мәтіннің әртүрлі формалары туралы айтқан болатын. Соның ішінде конспект жазу дегенді кездестірген болатынсыздар. Әдетте 10-шы сынып, 11-ші сыныпқа келген оқушылар жоғарғы оқу орындарына түсуді көздейді және осы кезде олар көлемді мәтіндермен жұмыс жасап, соның ішіндегі негізгі идеяларды, негізгі ақпараттарды іріктей алулары қажет. Сондықтан оқушыға осы дағдыны қалыптастыру барысында оқылым немесе тыңдалым материалдарын ұсына аласыздар. Екеуін қатарда немесе әр сабаққа арнап бөлек-бөлек берсеңіздер де болады. Бірақ та осы материалды ұсынған кезде көбіне көп зерттеулер, әртүрлі дәрістер, ғылыми мақалалар, көбірек ғылыми бағыттағы жұмыстарды алсаңыздар оқушы үшін пайдалы болар еді. Енді жалпы түртіп жазу немесе конспектлеудің артықшылығы неде? Ол оқушыға тақырыпты дұрыс түсінуге көмектеседі, негізгі идеяларды есте сақтау септігін тигізеді, ақпараттарды жүйелеу білуді үйретеді. Яғни оқушыға университетке барған кезде, жоғары оқу орынға түскен кезде, көлемді дәрістер тыңдаған кезде немесе көлемді материалдармен жұмыс жасаған кезде олардың бойында конспектлей білу дағдылары қалыптасқан болуы керек. Енді мен сіздерге осы презентацияда 5 әдісін ұсынамын. Алайда сіздер де өзіңіздер де әртүрлі әдістерді қолдансаңыздар болады. Бұл сіздерге идея береді, қалай ұйымдастыру қажеттігі. Ең бірінші әдіс Корнель әдісі деп аталады. Егер суретке назар аударсаңыздар, мен арнайы ағылшын тілі нұсқасын ұсынған болатынмын, бірақ қасына қазақша түсіндірмелерін ұсындым. Енді бұл әдіс идеяларды жинақтап ой түйіндеу үшін қолайлы, яғни ой қорыту үшін қолайлы. Дәптерді беті үлгідегідей 3 бөлікке бөлінеді. Бірінші жазба, яғни сабақ кезінде тыңдаған материалдары немесе оқыған материалдары бойынша негізгі идеяларды, детальдарды, ақпараттарды жазып шығады. Одан кейін ойға салу, бұл мәтін соңы тапсырма кезінде оқушының ойына келген осы тақырыпқа байланысты қандай да бір идеялары, сұрақтары немесе еске салу қажет. Мүмкін басқа бір жерден осы ақпаратты әлде іздеу керек шығар. Соған байланысты өзінің бір ойларын түртіп жазады. Енді ал үшінші бөлігі бұл қорытынды бөлім деп аталады. Қорытынды бөлікте оқушы тыңдалған не оқылған материал бойынша өзінің ойын қорытындылап жазады. Яғни мәтіннің негізгі идеясы, оқушының осы мәтін бойынша түсінгенін қысқаша қорытындылап жазады. Дәптер бетін дәл осылай ұйымдастырса болады, әртүрлі қалам қолданса да болады, немесе белгілі бір жазу стилін қолданса да болады. Екінші бір әдіске тоқталар болсақ, ол салғастыру деп аталады. Бұл салыстыру емес, салғастыру, яғни орысша айтқанда сопоставление. Егер суретіне назар аударып қарайтын болсаңыздар, дәптердің қақ ортасына негізгі тақырып жазылады да, негізгі тақырып бірнеше тақырыпшаға, әр тақырыпшының негізгі идеялары, ақпараттары бірінен соң бірі тізіліп жазылады. Айталық, біздің тақырып Қазақстандағы мәдениет, мәдени құндылықтар. Мәдени құндылықтар көшпелі өркениетте, отырықшы өркениеттерде деп екі түрлі ұғымды, екі түрлі құбылысты алып,
бір-бірімен салғастыруға өте қолайлы. Мысалы, көшпелі өркениетте қалай мәдениет қалыптасты, оны неден аңғаруға болады? Өнерден, тұрмыс салт, басқа. Ал отырықшы мәдениет қалай қалыптасты, оны неден аңғаруға болады? Сөйтіп екі үлкен бір-біріне кереғар немесе бір-біріне мүлдем ұқсамайтын екі нәрсені визуалды түрде көруге өте ыңғайлы тәсіл. Одан кейінгі тәсіл жоспарлау әдісі деп аталады. Жоспарлау деп тұрғаны, яғни мәтіннің негізгі идеяларын, мәтіннің көтерілген тақырыптарды бірнеше бөлікке бөліп жазу. Бұл әдіс тақырып бойынша көп детальді мәлімет жазған кезде қолайлы. Енді ұсынылған бөлігіне қарасақ, негізгі тақырып жазылады. Бірінші тақырыпша, оның негізгі детальдары. Екінші тақырыпша, негізгі детальдары. Екінші тақырып, оның бірінші тақырыпшасы, детальдар. Екінші тақырыпша, детальдар деп кете береді. Әртүрлі қалам пайдалануға болады. Немесе жаңағы орыс тілінде отстоп дейді ғой. 2 әріптік, 3 әріптік орын тастап, бірінен кейін бірі ұсынып жазса да болады. Бұл оқушыға бірден тақырыпты немесе тақырыпшаны көріп, соған байланысты детальді бірден қолдануға көмектеседі. Одан кейінгі әдіс кесте деп аталады. Бұл қарапайым әдіс. Бұл жерде ақпараттар бағандарға бөлініп көрсетумен ғана шектеледі. Тақырып бойынша көп мәлімет жазған кезде және тақырыптар арасындағы байланысты көруге өте қолайлы. Айталық, сіз бір тақырып бойынша бірнеше мәтін ұсындыңыз. Мысалы, жаңа Қазақстан мәдениеті орта ғасырда, ежелгі дәуірде, тәуелсіздік жылдары деген мысалы 3 мәтін бердік делік. Сол әр мәтін бойынша қысқа детальдар беріледі. Бұл оқушыға осы тақырыптар арасындағы байланысты көруге, айырмашылықты көруге қолайлы. Одан кейінгі әдіс сөйлем әдісі деп аталады. Енді сөйлем әдісі әрине алдыңғы әдістерге қарағанда сөйлем түрінде ғана толық жазылады. Бұл жерге әдетте негізгі идеялар немесе негізгі ақпараттар тізіліп қана нөмірленіп беріле береді. Әр идея жаңа жолдан басталады. Бұл бірнеше тақырыпты қамтыған кезде тақырып атауы жазылады, ал астында негізгі идеяларды білдіретін сөйлем берілсе де болады. Ең бастысы бұл жерде сөйлем әдісінде әр жаңа идея жаңа жолдан басталып жазылуы керек. Енді бұл әдістердің барлығын әр сабақ сайын бір-бірден алып қолдансаңыздар да болады. Немесе бір сабақта 2 түрін алып қолдансаңыздар да болады. Қайткенде оқушыға өзінің тыңдаған немесе оқыған материалдары негізінде идеяларын жүйелеп ұсынудың жолдарын көрсеткеніміз және оны дұрыс бағалап, оқушыға әрдайым жаңағы дұрыс кері байланыс бергеніміз дұрыс. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл таныстырылым сіздер үшін де, оқушылар үшін де пайдалы деп есептеймін.